Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, студенттер. Желтоқсан айының 3 мен 15 аралығында қазақ тілінің әдебиеті кафедрасы өзінің пәндік 10 күндігін жариялайды. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп аталатын пәндік 10 күндік ұлы Абайдың туғанына 175 жылдық мерейтойына арналады. Абай әрбір қазақтың адастырмайтын темірқазығы, өмірлік ұстанымы болуы тиіс. 10 күндік барысында жоспарланып отырған Абай шығармашылығын зерделеуге арналған түрлі форматтағы шаралар, сондай-ақ Абай тағылымының тереңіне бойлайтын тәрбиелік шаралардың тек қана топта ғана емес, отбасында да жалғасын табуы біз үшін аса маңызды. Сондай-ақ 10 күндік барысында ұлы ойшыл Әл-Фарабидің туғанына 1150 жылдығына арналған шаралар да жоспарланып отыр. Өз білімін толықтырып, шығармашылығын шыңдағысы келетін әрбір талапты жасты осы 10 күнде бізбен бірге болуға шақырамыз. 10 күндік жоспарымен толықтай таныстырып өтуді шәкірттеріме жолдаймын. Армысыздар, құрметті ұстаздар, студенттер. Абай тағылымы онлайн тәрбие сағаттары 2-11 желтоқсан аралығына жоспарланып отыр. Түрлі форматтағы тәрбие сағаттары арқылы Абай әлеміне бойлауды мақсат еткен шараға барлық топ жетекшілерін қатысуға шақырамыз. Сондай-ақ, бұл шара Абай туындылары арқылы отбасылық ынтымақтастықты қалыптастыратын Абай ғибраты отбасында атты отбасылық бейнеролик байқауымен өз жалғасын табады. Мұнда әр студент өз ата-анасымен бірге отырып, Абай қағидаларын қалай түсінетіндігін жеткізеді. Бұл байқау сондықтан да түрлі идеяларымызды қызықты, тартымды бейнероликтермен жеткізуге асығайық. Осы орайда қазақтың бас ақыны Абайға арнау өлеңімді оқып берсем. Ғасырдан озғаныңды жылдар растап, тұр міне бағаң биік, тұлғаң дасқақ. Бұл дәуренді бір сынақ деп қабылдап, жыр керуенді бір өзің тұрған бастап. Өмірге келдім дерсің, неге қалай, талпынсаң ұғарлыққа себеп оңай. Біз ол кезде саған кеп бас тірейміз, о біздің данышпан-ай, көреген-ай. Абай болу үшін де білім керек, білім тану үшін де керек Абай. Жан адалды қалайды, тән оңайды, оңай қеру жігітке жарамайды. Құдайды тану парыз ең әуелі, Құдайды тану үшін танабайды. Еңбек сатар баланың әрі соңда, бас көтермес патшаның бағы сорда. Жасқа да кәріге де ортақ сөйлеп, күзді болт, қысты теңеп кәрі шалға. Төрт мезгілін Абайдың ұққан дұрыс, орта мен табиғатты танысаңда. Өнер білім пұшпағын жырдан елеп, зейнетін көрер болсаң бұл да бейнет. Қара көзім ашылсын десең егер, қара сөзін оқысаң бір ғанибет. Сол қазақпыз қуанған атым аса, жақсет Абай сыртымыздан бақыласа. Қадырша айтар болсам нағыз қазақ, қазақ емес Абайды оқымаса. Арманды уақыт деген жолдар көміп, сол демейді сүрінсең алдан келіп. Бес асылын ұлының ұмытпай жүрген кезде 5 күндік жалған кіріп. Алла қаян, кім туып кім өледі, Абай қаян, ұққанға күн ереді. Мыңмен жалғыз алысқан Абай болса, мыңмен бірге жарысып тұр өлеңі. Бір парақ жыры болса, болады үйбақ, жүрекке тоқып сөзін дара күй тап. Абай біздің мақтауға зәру емес, біз Абайға мұқтажбыз, бұл ақиқат. Тұлпар кейіп танытса арығандай, жүйрік ебін табады жаны қалмай. Абайды тану керек әрбір қазақ, сәби алғаш анасын танығандай. Сені танып, жол табар пенде талай, жаратқанға қол жайдың сенде солай. Өлсе өлер, айтары жоқ ақындар, сөзсіз мәңгі жасайды, өлмес Абай. Байқау, 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 қапы қалмайық. Бірінші курс студенттері арасында сауаттылық дәрежесі сарапқа салынатын онлайн диктант байқауы, сондай-ақ алаш және тәуелсіздік тақырыбындағы шығармашылық жұмыс байқауы жоспарланып отыр. Мұнда мәнерлеп оқу, ой толғаулар, арнау өлеңдер арқылы білім алушылардың шығармашылық деңгейі сарапқа салынады. Республикалық бір ел бір кітап акцияға үн қосу арқылы студенттердің оқырмандық мәдениеті қалыптасып, шығарманы талдауды мақсат еткен екі шара жоспарланып отыр.
Оның ең алғашқысы 10 желтоқсан күні болатын Абай жолы халық жолы атты Абай жолы роман эпопеясы бойынша интеллектуал сайыс. Екінші шара 8 желтоқсан күні болатын Әнуар Әлімжановтың ұстаздың оралу атты шығармасы бойынша оқырмандар конференциясы. Таным көкжиегімізді кеңейтіп, білімімізді арттыратын, кітап деген әлемге бой алдыратын шараларға қатысуға шақырамыз. Абайтану ғылымы кеше мен бүгін студенттердің ғылыми практикалық онлайн конференциясы. Фараби трактаттарының мәні, дөңгелек үстел, білім алушылардың бойында Абайдың өмірі мен мұрасын, зерттеушілердің еңбектерін, ұлы ойшыл Әл-Фараби трактаттарының тағылымы зерделеу арқылы ғылыми ізденушілік қабілеттерін дамыта отырып, кәсіби білімдерін жетілдіруге үндейді. Ал оқытушылар арасындағы Абай мұрасы, абайтану ғылымы және ақын шығармашылығын оқытудағы жаңаша ізденістер тақырыбындағы қалалық ғылыми практикалық онлайн конференциясында тақырып аясында жаңаша көзқарастар мен ізденістер талқыға салынады. Өзара тәжірибе алмасу жүзеге асады. Мен таныған Абай әлемі, ол қандай? Әркім осы турасында ойланып, өз бетінше Абайды таныса, өскелең ұрпақтың ертеңі жарқын болмақ. Хакім Абай идеяларын өмірлік ұстаным ретіндегі маңыздылығын айқындайтын «Мен таныған Абай әлемі» тақырыбында жас мамандармен сұхбат жоспарланып отыр. Сондай-ақ кафедра оқытушылары онлайн ашық сабақтар беру арқылы жаңартылған білім мазмұны бойынша әдіс-тәсілдерді талқылап, тәжірибе алмасады. Барлық топ студенттерін, ұстаздарымызды Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 10 күндігі шараларына белсене қатысуға шақырамыз.